Қайырлы күн достар, сіздермен ас үй ханшайымы бала кезімізді есімізге түсіретін, дәмі тіл үйіретін, қытырлақ болып шығатын вафлиімізді әзірлей отыра жігіттің наласы атты әңгімемді баяндап беретін боламын. Ертеде бір палуан жолаушылап келе жатып бір үйге құдайы қонақ болады. Өзі атақты палуанмен күресіп, соны жеңіп келе жатқан беті екен. Дастархан басында әлгі палуанды қалай жеңгенін айтып, мақтана берген көрінеді. Ал оның айтып отырған палуаны босағада шай құйып отырған келіннің туған ағасы екен. Бауырын жеңіп, оны бөсіп айтып отырған құдайы қонақтың әңгімесі келіннің намысына тисе керек. Шыдамы әбден сарқылып, әлгі қонаққа тіке қарап: "Сіздің айтып отырғаныңыз менің туған ағам болады. Жеңгенің рас болса, менімен күресіп көр, күшіңді сынап көрейік", дейді келін. Нәзік жанды әйел адамның бұл сөздері палуанның намысына тиіп кетсе керек. Шамданып қалған ол: "Мына қатын не деп отыр? Боз кілемнің үстіне астыма салып илейтін екен өзін", деп мазақ етеді. Одан сайын ашуы келген келін қанша дегенмен осал жердің қызы емес қой. Мақтаншақ палуанға қарап: "Көрерміз кімді кім жеңерін. Мықты болсаң, бос сөзді қойып шық кілемге", дейді. Екеуі боз кілем үстінде күресе жөнеледі. Алғашында өзіне сенімді болған палуан келіншектің күресіне немқұрайлы қарайды. Бірақ болдыратын емес. Әбден ашуға булыққан әйел палуанды кілемге алып ұрып, астына басып біраз отырады. Еркек басымен әйелден жеңілген палуан кірерге тесік таппай әбден қорланады. Содан беті ауған жаққа ауып кеткен екен. Дегенмен жігіттің наласы бар ғой. Көп өтпей әлгі келіншек қатты ауырады. Ол кезде қазіргідей дәрігер қайда? Ел аузында жүрген бір емшіні іздеп тауып, жағдайын баяндайды. Сонда әлгі емші оны ары-бері қарап: Сенің кеселің өте ауыр екен. Ер жігіттің үстінен аттап өткен жерің бар ма? Егер бар болса, сол еркекті тауып кешірімін алуың керек. Сонда ғана саған ем қонады." Сырқаты жанына батқан келіншек қасына күйеуін ертіп, баяғы өзі жеңген палуанды іздеуге жолға шығады. Апта жүріп, ай жүріп, әлгі палуанның еліне барса, ол әлде қайда іш құса болып өмірден өткен екен. Енді қайтеді? Міне осы жерде әйелдің данышпандығына тағы бір дәлел болады. Ол ең болмағанда палуанның киімі бар шығар, соны беріңдер, деп палуанның өзімен күрескенде киген шетпенін сұратып алады. Оны өз күйеуіне кигізіп 3 рет басын иіп кешірім сұраған екен. Содан көп ұзамай түс көреді. Түсінде палуан кешірімін аян арқылы білдіреді. Осылайша ол ауруынан құлан таза айыққан екен. Бұдан шығатын түйін: біріншіден, ешқашан әйелді кемсітіп, төркінін тілдеп, намысына тимеу керек. Екіншіден, мейлі ол ер бала болса да, әйел адам еркектің үстінен аттауға болмайды. Үшіншіден, киімнің де киесі болады. Сол үшін киімді ешқашан аяқ асты етпеңдер. Сәкен Жүрген. Оқыған ас үй ханшайымы.